Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі эфиріміздің тақырыбы бізде процесс анализіміздің екінші күні болып келеді. Сосын бүгінгі таңда барлығы жаңалықтар басталады көрейік. Июльдің бізге жетісі болып тұр. Форекс Factory сайтында және де экономический календарьда бізде жаңалықтар көрсетілусіз. Сол себепті өзіміздің кішігірім блокнотымызға бүгінгі таңда ештеме жазбаймыз долларға қатысты. Немесе өзіміздің сонда жасайтын JPY немесе фунттар бізде бүгін жоқ болып тұр. Сол себепті ештеме жазбаймыз. Жаңалықтардың жоқтығы бізде импульсивті қозғалыстардың болуының мүмкіндігін аздығын білдіреді, бірақ ештеңе етпейді. Технический анализға көшсек болады. Ең алғашқы кешегі жасаған анализіміз қазіргі таңда қалай өзгеріске ендігенін көрсек болады. Біз локально қарайтын болсақ, біз жазып қойдық, что төменге қарай қарастырамыз. Біз күтетініміз 4 сағаттық қандай да бір подтверждение сатушылар жағынан. Қазіргі таңда біз кеше мына жоғарыда орналасқан ликвидностьті белгіледік и төменге барады деп қарастырудамыз. Баға бізде жоғарыда орналасқан ликвидностьті алғаннан соң сатып алушылардан туындаған имбаланс болса да, оны сол сәтте барлығын жауып тастады да кейіннен бізде кері объем пайда бола бастады. Ол бізде 4 сағаттық минус имбаланс. Бұл біздің как опорный область ретінде келе алады. Және де қазіргі таңда сатушылар жағынан күшті көрсетеді. То есть бағаның локально төменге бару мүмкіндігі әзірге артуда. Қазіргі таңда баға төмендегі соңғы, то есть жақын орналасқан ликвидностьті алды. То есть бізге кері реакция бере алатын. Соны алғаннан соң қазір коррекционный қозғалыс жасауда. Егер де мына аймақта орналасқан имбаланстардан сатушылардың күші көрсетілетін болса, баға уже кедергісіз ешқандай төменге бару мүмкіндігі жоғарырақ. То есть қазіргі таңда біздің қарастырып жатқанымыз фунт, то есть доллардың төменге қарай түсуі. Жазып қойсақ болады. Локально берушіде қарайтын болсақ, мен 4 сағат Bollinger Confirmation күттік. Бізде Bollinger Confirmation имбаланс пайда болды. Енді бағаның төменге қарай түсу мүмкіндігі қазіргі таңда жоғары шығады. Жалпы біз беруші қарастыратырмыз DXY-да. То есть төменге қарай шорт. Енді біз DXY-да үлкен мүмкіндікпен төменге барады десек, евро, фунт немесе алтындарды біз жоғары қарастыруға мүмкіндік бар ма жоқ па екен, соны көре аламыз. Біз еврода не істедік? Қарайтын болсақ, бізде евроның нарықтағы графигі консолидациялық қозғалыста болды. Төменгі жақта mitigation блок бар дедік, бірақ нарративке біз оны ала алмаймыз. Қазіргі таңда баға сатып алушылар жағынан туындаған зонаның ішінде сауда жасалып жатыр. 4 сағаттық таймфреймде жақын орналасқан ликвидностьті алып, содан реакция жасады. Прям DXY секілді жүрді былайша айтқан кезде. Мына аймақта бізде брейкер блок аймағы қалыптасты имбаланстармен. Егер баға осы жерден өте алатын болса, баға все равно мына аймаққа дейін бару мүмкіндігі жоғары. Бірақ еврода сауда жасайтындай емес, скорее всего. Иә, кіруге болады, бірақ нарративсіз болғандықтан бұл сапасыз сделкалардың қатарына жату мүмкіндігі жоғарырақтау. То есть еврода да әлі де осындай. Себебі бізде нарратив жоқ. Точка А және точка Б біз үлкен таймфреймде болу керек ол. Бірақ үлкен мүмкіндікпен осылай бару мүмкін. То есть то ли более глубокий коррекция жасайды, либо жақын орналасқан опорный областардан. Бірақ кіру нүктесі мына жерде өкінішке орай жоқ. Фунт доллар. Біз кешегі таңда жоғары қарай қарастырдық, 4 сағаттық Bollinger Confirmation пайда болады десем. Мен нарықты қарап отырған сәтте, мына аймақта қарайтын болсақ, екі свеча құрады, ликвидностьті алды, и оны бұзды. Осы жерде кіру нүктесін қарастырып отырған болатын 4 сағаттық таймфреймде. Либо осы жерде сразу кіре салуға болушы еді, либо коррекциясын күту. То есть осылай бұзды, қайттан келді и кетті. Бірақ осы жағдайда баға импульс түрде бір бағытта кетіп қалды да мақсатына жетті. Күндікке өтіп көрейік. Бізде қандай болды нарратив? Төменгі жақтағы имбаланстың максимумы и жоғарыдағы ликвидность. Ол нарративті баға уже жасады. Сол себепті мұның барлығын алып тастаймыз. Алып тастаймыз да жаңадан жүреміз.
баға жоғарыда орналасқан имбаланстың минимумына келді. Имбаланс, то есть максимум. Бұл біздің точка амыз бола алады. Егер де әрине бұны бұза алмаса, қарама қайшылықтағы мақсатымыз жоғары төменде орналасқан екеуміз. Егер де осы нарративімізге қатысты баға подтверждение көрсететін болса, бір сағат таймфреймде, то болтты сауда жасауға болады. Қазіргі таңда баға осы диапазонның премиум зонасында орналасқан, сатушыларға тиімді зона. Енді мына жерде біз ақпаратты өзгертуіміз керек. Бізде уже минус имбаланс, и мына жерде фрактальный угол болып келеді. Біз уже қарастырамыз, төменге қарай беруші жаза қоямыз, и біздің күтетініміз ол 4 сағаттық volume confirmation. То есть уже біз бір бағытта сауда жасағаннан соң қайтадан нарративті іздейміз, уже кері бағытта, скорее всего. Егер де ол әрине мүмкіндік берсе нарықта осындай переменалар арқылы. Енді 4 сағаттық өтіп көрейік. 4 сағаттық таймфреймде прям төменге барады деген бізде ешқандай дәлел жоқ. Себебі бізде имбаланстар бар саталушылар жағынан туындаған. И осындай зона, то есть бұл брейкер блок аймағы. Мына аймаққа деген бару мүмкіндігі әзірге бізде вообще жоқ, немесе өте аз. Сол себепті біз даже жоғарыда қарастыра алмаймыз. Өйткені апталық таймфреймнен ешқандай перемена жоқ сағатта. Бізге оны айтатындай. Әрине осыны қарастыруға болса, мына жерде фрактальный арray и мына ликвидность деп. Бірақ мына жерде стоп-лосс қоятын аймақтар да бізде жоқ болғандықтан біз сағаттық бұны қарастыра алмаймыз. Мына аймақтарға дейін. То есть қазіргі таңда баға әлсіреп жатыр ақырын-ақырынан уже. Өйткені қарайтын болсақ, мына жерде соңғы қозғалыстары реакция алуда, мына жерде орналасқан имбалансқа әлі де өте алған жоқ. Әзірге бұны күту керек скорее. Себебі сауда мүмкіндігі бізде болып жатқан жоқ. Мынаны алып тастаймыз, себебі бұл уже орындалды фунттікі, бірақ кіру нүктесін жоқ болды. Жалпы бірінші вариант ештеңе жасамай тек қана күту. Ал екінші вариант ол бізде төменге қарай қозғалысты қарастыру. Егер де бізде 4 сағаттық подтверждение беретін болса. Енді USDJPY. Күндікке өтіп көрейік. Күндік таймфреймде біз нарративті төменге қарай қарастырдық. Мына жерде жоғары орналасқан имбалансты алып, и қарама қарсы жақта ликвидность. Егер де бізде төменгі жақта имбаланс пайда болатын болса, сатып алушылар жағынан төменге бару мүмкіндігі бізде азая түседі де, біздің мақсатымыз жақынырақ болады. То есть мына имбаланс секілді, имбаланстың максимумы деп ала аламыз. Бірақ бізде әлі қалыптасқан жоқ ештеңке, ондай келесі күнінде көре аламыз нақтысын. Әзірге 4 сағатты көрейік. Бізде жоғары жақтағы имбаланстың реакциядан соң бізде коррекцияның қозғалысы кетіп жатыр. Өзінен кейін имбаланс құрап, әрине. Бірақ бұл толығымен төменге кетеді дегенді білдірмейді әзірге. Себебі көптеген бізде сатып алушылар жағынан кедергілер жинағы бар, имбаланстар емес өлі. Соған орай бізде дәлел әзірге аз, және сопротивление болғандықтан мына аймақтардан и төменге тығысу өте қиын болып жатыр. Сол себепті біз мынаны әлі сауда жасай алмаймыз. Даже жоғары қарастыра алмаймыз да. Себебі бізде күндік нарративте жоғары қарай дәлел аса қатты жоқ. Сонда бұл бізде әлі де бола бере алады. Бізде 4 сағаттық имбаланс бар, әрине. Жоғарыда орналасқан, немесе жаңадан пайда болып жатқан жерде. Егер де осы аймақтардан реакция алып, төменге қарай тағы да подтверждение туындайтын болса, 1 сағат таймфреймде, онда мүмкін қарастыру. Мына аймаққа емес, мүмкін жақын орналасқан ликвидностьтерге дейін деп. Бірақ бұл көп уақытқа дейін созылып кетуі мүмкін. Сондықтан осы жасай. Бірінші опорный область кейін 1 сағат дәлелдеп. Бізде опорный область уже имбаланс ретінде бар. Енді осыған келгеннен соң қандай сатушылар жағынан тағы да подтверждение бола ма жоқ па, біз көруіміз керек. То есть мына жердегі имбаланстар бізде шынайы күші бар ма жоқ па екенін біз сынауымыз керек.
оларға баға келмейінше біз ешқандай да шешімдер қабылдай алмаймыз. Егер қабылдайтын болсақ, ол біздің қателігіміз болып келеді. Сонда EasyGPY-да біз бирж деп әлі де қарастырудамыз. Тек уже бір сағаттық бізде подтверждение туындады имбаланс ретінде. Біздің күтетініміз тек қана сағаттық volume confirmation. Мына жерге жазып қойсақ болады. Бізде опорный область 4 сағаттық имбаланс. Бізге керектісі 1 сағаттық volume confirmation немесе бұны да күте тұрсақ болады. Біз сауда жасауға да болады и сауда жасамай ақ қоюға да. Алтын. Біз алтынды жоғары қарай қарастырдық. Күндік өткілік. Төменгі жақта реакция бере алатын аймақтар бізде екеу. Имбаланс және де осы брейкер блок. Әзірге баға имбалансқа келді, реакция алуда. Нақты осы имбаланстың кетеді деген бізде әзірге подтверждение жоқ. Себебі баға енді ғана келді қарайтын болсақ, мына свеча бізде жақын ғана уақыттара жабылды. Ал мына свечамыз енді ғана ашылды. Сонымен қатар бізде имбаланс бар сатушылар жағынан, ал сатып алушылар жағынан ешқандай подтверждение жоқ. Ол именно осы зонада. Бізге керектісі қарапайым жоғары қарай подтверждениені күту. Әзірге бізде ондай вообще жоқ. Сол себепті әлі де ожидание алтында. То есть буллин жоғары қарай бағыт 1 сағаттық подтверждение. Әлі де күту. Герді көрейік. Гер бізде өзінен кейін имбаланс құрады. Егер баға жоғары қарай қозғалысын жалғастыру мүмкіндігі болса, подтверждениелер арқылы, онда локально біз осылай қарастыра аламыз. Біздің точка А-мыз болып келеді. Бағаның соңғы рет реакция алған аймағы И, қарама-қарсы мақсат осы аймаққа дейін деп. Бірақ әлі де баға мына аймаққа келген жоқ, біз олай айта алатындай. И мына жерде туындап жатқан біздегі LRL, компрессионный ликвидность, тоже бір дәлелдердің бірі болуы мүмкін. Бағаның жоғары қарай баруына. Локально біз қарастыратынымыз осылай. Бірақ әзірге ешқандай дәлел жоқ, и баға да келген жоқ. Сондықтан бұны күту. Бірақ бізде уже 3 нүкте емес, біз уже жаза аламыз. Просто жоғары қарай қарастырамыз. Біздің күтетініміз 4 сағаттық volume үшін сатып алушылар жағынан туындаған. Бұны да күту. Қорытындыға келетін болсақ, бүгінгі таңда жаңалықтар жоқ. DXY-да бізде локально әлі де бирж қарастырамыз, то есть төменге қарай бізде имбаланстар құралды. И DXY-дың жалпы төменге бару мүмкіндігі көбірек болып тұр. Себебі имбаланстар жинағы да көп. И ол имбаланстар бізде мақсатты алғаннан соң кейін пайда болды. То есть олар просто так пайда болған жоқ. Егер евро, то есть DXY бізде үлкен мүмкіндікпен төменге қарай барады десек, фунт бізде және де евро жоғары қарай бару керек по идее. Бірақ қазіргі таңда бізде подтверждениялар және де нарратив төменге тұралып тұр. Сол себепті еврода бізде консолидация болғандықтан нарықтағы графигі жаман, одан сауда жасамаймыз. Фунтта екі ойлы, бұдан да сауда жасамай қоюға болады, потому что график келмей тұр. Немесе күтсек болады, локально беріш, то есть төменге қарай. EasyGPY тоже күтсе болады, себебі бұл максимумда жүр өзінің. Немесе екінші вариант осындай бір қозғалысты қарастыру. Төменге қарай локально 4 сағаттық имбаланс и 1 сағаттық volume confirmation. Бірақ EasyGPY-да бізде көргеніміз болатындай имбаланс қалыптасқан деп отыр күндік таймфреймде міндір. Егер бұл имбаланс қалыптасатын болса, біз аймаққа дейін қарастыра алмаймыз. Алтында бізде жоғары қарай әлі де нарратив бойынша жүр баға, бірақ бізде подтверждение керек жоғары қарастыратындай. Қазірге бізде нисходящий движение, то есть төменге қарай қозғалыс бағада. Герда бізде уже кішігірім қандай да бір гипотеза қалыптасып жатыр, то есть жоғары қарай барады деген. Егер осы қалыптасатын болса, 4 сағаттық volume confirmation ретінде имбалансқа тиіп, онда
Бул да жакшы мүмкүндүктөрдүн катарына келет. Себеби сатып алуучулар жагынан бизде подтверждение туурдайтын болсо, жогору жакта бизде эч кандай кедерги жок сатуучулар жагынан. И бага смело жогору карай бара алат осылай. Бирок азырге бизде буга далил жок. Сол себептен ол далилди күтүүбүз керек. Скорее всего, осы таңда бізде мына аймақтардан сауда мүмкіндіктері болмауы мүмкін. Әрине, EasyJPY болуы мүмкін, бірақ біз екі вариант таңдағандықтан бұл низковериятный позициялардың бірі болып келеді мыналар. Алтын жақсы, бірақ оны күту керек. Гер тоже жақсы, бірақ оны күту керек. То есть бізде жақсы мүмкіндіктерден алтын мен герді, себебі нарратив бойынша кетті екеуі. Ал мыналарда әлсіз қозғалыстар бір-бірлеріне ұқсас болып тұрған. Сол себепті оларға әзірге сауда жасамай қойсақ болады осы апта именно. Былай рецессияның анализінің екінші күні аяқталды. Бірінші күнде бізде фунт өз мақсатына жетті, бірақ кіру мүмкіндігі болмады ол жерде. Сразу импульс кетіп қалды. Ал қалғандарында болған жоқ ештеңе. Аса қатты бізге қызықты болатындай. Егер де осы тақырыпқа қатысты немесе нарыққа қатысты сұрақтар болса, эфир сіздерге түсінікті болып жатыр ма? Немесе түсініксіз болған жерлері қандай? Қарайтын болсаңыздар, егер де білімдеріңіз кішігірім тез табылатын болса инструменттер и қарапайым алгоритм бойынша жүре берсеңіздер, нарыққа деген анализ уақытта тез болады. Сіздер, то есть сағаттап анализ жасап отыра алмайсыздар. И сауда мүмкіндігі болмаған сәтте асығыстықпен сауда жасау да ол да дұрыс емес. То есть осы жерде балансты ұстау керек. Мүмкіндік болғанда ғана сауда жасау керек. Методика 20 сделок қолдану. Әдемі. Анализге еще сереброны да қосып көрсек болады. Бұрын мен серебронды қарайтынмын, бірақ соңғы кездері қарамай кеттім. Бірақ серебрда қозғалыс қазіргі таңда соңғы рет реакция алған аймағы бұл бізде имбаланс бар аймақта. Имбаланс бізде пулсный зона деп аталады. Бұл бізде точка, қарама қарсы мақсат, бұл бізде правильно болды. Қазіршінде мен нарратив бойынша қарастырып жатырмын. И және де баға осы диапазонның скалон зонасында жүрді. Мына жерде rejection алды, отторжение келді сатушылар жағынан. И әзірге баға төменге қарай түсуде. Мына жердегі болған қозғалысы жоғары қарай. Әрине, бізде order flow бар ана жерде, бірақ күндік таймфреймде көргеніміздей имбаланс ештеме жоқ. Сол себепті бұл әлсіз қозғалыс болып келеді. Мына жерде орналасқан ликвидность алғаннан соң баға крайне рейд жасады. Біздің опорный областьіміз болады. И бір сағатқа өтсек болады. Осы ликвидность алған соң қандай реакция берді? Ликвидность алғаннан соң бізде мына жерде қарайтын болсақ, брейкер блокадан құрылды. Осындай. И позицияға жалпы осы жерден ақ кіріп кетуге болады. Стоп лосс аймақ и take profit на минимум. Осылай.
Бірақ мен кей кездерде осы серебро мен алтынды бірге қарастыратын болсақ, по идее бірге жүру керек негізі. Егер біз сереброны төменге қарастырсақ, алтын да, скорее всего, төменге бара алады. Вот сондай корреляция. Мына жердегі логиканы жазып беретін болсам, қазір көрсетемін. Дәл солай, біз басқа беттерге анализ жасағанда дәл осы жерде де логика мүлдем өзгермейді. Минус имбаланс ол біздің точка А ретінде береді. Фрактальный лог ол біздің точка Б. Сондағы нарратив бізде бегіш, то есть төменге қарай. Бір сағаттық біздің не көрді? Бір сағаттық фрактальный рейд болады. Екіншісі алған ол бізде опорный область болады деген функциясы бар оның. И ой, минус емес мына жерде просто бір сағаттық фрактальный рейд. И бір сағаттық таңертеңде бізге break блок болады. Ол біздің volume confirmation, ал volume confirmation бізде жалпы кіре аламыз осы арқылы. Entry. Бітті. То есть қарапайым осы ғана. Стоп лоссны аймақ, брейкер блоктың максимум и тек брейкер аймақта. Бағаны жалпы мына жерін күтпей ақ қойып та болады, немесе мына жерден де жасауға болады. Шеремін екі кетіп жасауға болады. Бірақ басынан көп жасай берсек. Бұл сделка бір күннен көп уақытқа дейін жалғасады. То есть 2-3 күнде жүріп қалуы мүмкін. Немесе осылай барады, консолидациялық қозғалыста тұрып қалады, сосын барып кетеді. Немесе төменге қарай барады да и жоғары қалады дегенде бар. То есть реакциялар, сценарийлар көп. Соған қарамастан да біз мүмкіндік немесе подтверждение келіп тұрса, оны ашқанымыз абзалырақ болады. Бізде төменгі жақта кедергілер саны көп. Мысалға имбаланс, ликвидность. Біз солардан да тоқтасақ болады, егер де төменгі қарай ұстағымыз келмесе. Былай болса. Егер де барлығы осылай болса, біз сделканы аша аламыз. Типа нарратив бар, опорный область бар. И сол опорный областьна реакциядан кейін бізде подтверждение бар тағы да. И сол подтверждение арқылы кіріп кете аламыз. То есть volume confirmation шықса, сол арқылы. Бірақ қазіргі таңда бізде көріп тұрғанымыз фунтта, USHBY, алтын, герда әлі де біз опорный областьтамыз. То есть олар әлі анықталған жоқ, бұны 4 сағаттық пайда болмады. Сол себепті біз ешқандай да сауда мүмкіндіктерін көріп жатқан жоқпыз. Егер даже саудаға кіретін болса, ол сауда сапасы болып келеді. И орындау мүмкіндігі аз. Сол себепті көп жағдайда күткен жөн. Мынаны бүгін қарасақ болады. Мына аймаққа келсе, подтверждение беріп, төменге кете алады, немесе бұзып кетеді. Бірақ біз әзірге білмейміз, осылай точно барады деп айта алмаймыз. Сол себепті просто белгілеп қоямыз да, қандай реакция алатынын күтуіміз керек. Былай, егер де сұрақтарыңыз болса, иә, практика арқылы опыт келеді. Практика, көп қателесу, қателіктерді жөндеу. Күнделікті бар, содан өңдеп тұрады. Мен сіздерге жіберген психологияға қатысты PDF файлды. Соның ішінде әрбір сделкадан біз пайдада болуымыз міндетті емес деген барын қазір көрсетемін.
То есть бізде просто өзіміздің убеждениемізді кішігірім ауыстыру керек. Мін меньше торгов, больше профита. Немесе торгуйте меньше, чтобы заработать больше. Каждая позиция качественная, системная, по плану. И не существует ничего другого. И принцип именно one good trade. Одна хорошая позиция. То есть қарапайым біздің убеждениемізді ауыстырамыз. Сенетінімізді. Позиция ол біздің заработок емес. Қарапайым біздің қолмен немесе миымызбен жасайтын жұмыс секілді. Ол басқа. Позиция ол біздің результатымыз. Бір позициядан емес, ол системаның. Ол еще ол бір күн емес, определенный уақыт өткеннен соңғы біздің выборкамыздан кейін. То есть қарапайым методикада сделалған жеріне 20 сделканы толтырған соң вот сол профит болады. Ал бір немесе 5 10 позиция емес, ол оның жинағы осындай 20-ға деген секілді. То есть мынаны дұрыстап дұрыстап емес, просто күнделікті оқып жүрсеңіздер, қандай да бір қиындық туған кезде жақсы көмектеседі. Еще Марк Дуглас дегеннің кітабы бар. Кітаптар жақсы көмектеседі қандай да бір қиындықтарға. Осыны кеңес беремін оқыған. Рациональный трейдинг. Жақсы кітап. Психология көмектеседі. Мына жерге терминологиялардың көбісі, бір 80% сол кітаптан алынды. Осы кітапты кеңес беремін оқыған. Екі сайттан қараймыз. Forex Factory және экономический календарь. Forex Factory бізде основной болып келеді. Бірінші осыған қарауымыз керек. И осыған қарап отырып, біз мысалға 8-де ертең осындай жаңалық бар екен. То есть қандай да бір кездесу көреміз. Қарасақ, бізде екі жаңалық тұр. Запас сырья нефти и мына аймақтағы публикация протоколов. Мына жерде бізге байланыстырамыз. Мысалы 8-де тұр, бірақ мына жерде ондай жаңалық көрініп тұрған жоқ. Тек қана 23:00-де и 7:30-да. Сол себепті бізде екі жақта байланыспай тұрғандықтан біз все равно Forex Factory'де маңыздылыққа аламыз да. Осы жаңалықты оқығымыз келсе, Details'қа басамыз. И мына жерде ағылшынды орысшаға ауыстырамыз. Мына жерде историялықты көруге болады. То есть соңғы жаңалықта не өзгергенін. Просто Forex Factory сайты неліктен маңыздылық аламыз? Себебі оған барлық прокомпаниялар қарайды. То есть маңызды жаңалықтарға сауда жасамау деген ереже болса, олар осыған қарайды. Мгм. Мына жерде уақытты дұрыс қою керек. Міне сағат 11-де. И біздің уақытымыз тоже. Міне 11-дегі жаңалық. То есть мына жерде біз Forex Factory'ді ағылшынша көрсек, мына жерде біз орысшаға аударып көре аламыз, немесе экономический календарьның ішінен. Мына жерде бізде орысша жазылған барлығы. Экономический календарьда бізде ыңғайлылығы то, что осындай графиктерді көре аламыз. Енді публикация протокол фондта жоқ әрине, бірақ басқа жаңалықтарда ол бар. Мысалы, запас сырья нефти. Бірнеше жылдар бойғы қандай да бір отчет. Қалай өзгерді, қаншалықты көтерілді немесе азайды. И мына жерде қай күні болды ол.
Қай уақытта предыдущие фактические файларды байланыстырып, нарыққа әсер етті ме жоқ па екенін көре аламыз. Запасы нефти сағаты долларға әсер етпейді, немесе әсер етеді, әсер етпейтін осы жерден көрсеңіздер болады. Мысалға бірі болды осы айдың, и диксойға өтесіздер, 7,5-да қарайтын болсақ 6 миллион болды, ол көтерілді 3 миллионға дейін. То есть, по сути, доллар көбею керек деген секілді, иә. Немесе бізде нефтіға қатысты сондықтан бізде индекс бар. Жоқ, басқа. Тұрмын. Эфирді аяқтап берсек болады. Қатысқандарыңызға рахмет. Пайдалы ақпарат алдыңыздар деген ойдамын. Келесі үшінші эфирде кездескенше ертеңгі болатын. Бізде тек қана екеу ғана қалды. Ертең және четверг күні болады. И пятница қорытынды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.